Сәлем баршаңызға. Бүгін мини чебурекилер пісіретін боламыз. Бұның бір ерекшелігі начинкасы картоппен. Ендеше бірге дайындайық. Алдымен картопымызды тазалап, қайнаған суда қайнатып пісіріп аламыз. Оған дейін қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызды дайындап, қайнап тұрған суымыздың үстінен тұзымызды, содан кейін сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған су болу керек. Енді оны араластырып, ұнымыздың ортасын ашып, соның үстінен құятын боламыз. Қамырға құйған, ұнға құйғаннан кейін алдымен қасықтың көмегімен араластырамыз, өйткені суымыз қайнаған болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Содан кейін барып, кішкене қамырымызды суытып барып, қолымызбен қамырымызды ары қарай иілейміз. Міне қолға жабыспайтын қамырымыз дайын. Тындыруға 20 минутқа қалдырамыз. Оған дейін бізде картопымыз пісіп дайын болды. Үстінен тұзымызды дәміне қарай қара бұршымызды қосып, пюре ретінде еземіз. Сіздер көк жуа қоссаңыздар да болады. Менде балаларым жемейді, сол себепті қоспадым. Енді осылай пюре жасаймыз. Артық ештеңе қоспаймыз. Начинкасын тағы да фарштан немесе көк жуа мен жұмыртқадан жасасаңыздар да болады. Бізде начинкамызды дайын болды. Суытуға қалдырамыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз. Содан кейін орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Міне бізде қалыңдығы осындай болу керек. Мықты жұқада, мықты қалыңда болмау керек. Енді мен кесенің көмегімен кесіп алдым, домалақтап. Үстінен картоптарымызды салып шығамыз. Осылай жандарын саусақтарымыздың көмегімен түйіп алып, содан кейін вилкамен үстінен осылай басып шығатын боламыз. Бізде чебурекилеріміз дайын. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға саламыз. Отымыз майымыздың асты қатты да, мықты жайда болмау керек. Орташа отта пісіреміз. Бірінші жағы қызарғаннан кейін екінші жағын пісіріп, екі жағы қызарғаннан кейін алып аламыз. Осылай кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Начинкаларын мана айтқанымдай өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көруге кеңес беремін. Отбасы мүшелеріңізге қатты ұнайтын болады. Чебурекилер өте жұмсақ әрі өте дәмді болып піседі. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда құрамы қарапайым және де қолжетімді рецепттер өте көп. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.